саламатсыз ба, Динар Жасына? Саламатсыздар. Динар Жасына, менде сізге дайындаған сұрақтарым бар. Қазір сізде қандай ота жүріп жатыр? Саламатсыз ба, оқырмандар. Бүгінгі біздің операциямыз, біздің пациенткамыз 39 жаста, 15 жыл бедеуліктің бірінші түрі, бұрын ешқандай бала көтермеген. Бүгінгі операциямыз сол түтікшелерді тексеру, ал бұл кісіде қазіргі кезде сол екі түтікшесі де бітеліп, ішіне су жиналып қалған. Гидросальпингс орысша айтқанда. Сондай операцияға біз бүгін ота жасап жатырмыз. Міне. Бұл жерде спаечный жабысқақ процесс. Мына жерде қарасаңыздар, мынау оң жақ түтікшесі осындай спайканың арасында тұр. Бұл түтікше қарап отырсаңыздар үлкейген, кеңейіп кеткен және ішінде су бар. Ал су деген сөз бізде білеміз, ол инфекция, ол воспалительный дейді. Значит, бұрын бұл пациенткамыз қабыну ауруында болған, воспаление болған. Оны көп әйелдер, көп пациенткаларымыз білмейді, жүре береді. Сонда осындай, мені қарап отырсаңыз, мынау труба сондай кеңейіп, ішіне су жиналған труба. Динар Жасына, менде сізге дайындаған сұрақтарым бар. Соның бірнешеуіне жауабыңызды айтып кетсеңіз. Жарайды. Бірінші сұрағымыз, негізі осы ИРМ орталығында жатыр түтіктерін тексеретін қандай диагностика әдістері қолданылады? Енді бізде көбіне біздің пациенткаларымыз, бала көтере алмай жүрген пациенткалар бізге келеді. Сондағы бедеуліктің бір себебі ол трубаның, түтікшенің жабық болуы. Сол себепті айқындау үшін біздің клиникада УЗИ жасайды. Ең бірінші ол пациентка гинекологтың қарауында болу керек. Гинеколог қарап, оны креслода қарайды, анализдер алады, содан соң УЗИға жібереді. УЗИда қазір мен операциядағы пациенткамның ішіне су жиналып қалған түтікше деп тұрмын ғой. Осындай гидросальпингсті өте жақсы көреді. Бір рет көрсетіп қойсаңыз болады. Міне, мына тұрған марка, мына тұрған жаңағы оң жақ түтікше осындай су жиналып қалған. Көрдіңіз бе? Мына жақтағы түтікшемен салыстыратын болсақ, міне, мына түтікше кішкене де болса жақсы, жаман емес. Ал енді сонымен размерін салыстырып қараңыздар. Мына түтікшенің размері қандай, и мына түтікшенің размері қандай. Мына түтікше сол жақ түтікшеге қарағанда 10 есе, 20 есе өсіп кеткен. Өйткені оның ішінде су, инфекция бар. УЗИ жасалынады, жаңағы сіз айтып отырсыз диагностикада қандай жүргізіледі. Сонымен қатар бізде проходимость дейміз ғой, түтікшелер өте ма, өтпей ма, оны тексеретін, сол УЗИ арқылы тексеретін метод бар. Сіз ГСГ-ны айтып отырсыз. Гидросонография дейді, су құяды матканың ішіне. Егер де труба екі жақтағы түтікше ашық болса, онда су, брюшная полость дейдім ғой, соның ішіне шығады, и соны УЗИ арқылы көруге болады. Сонымен қатар бізде енді бізде патолог диагностики дейміз, ол осы мен жасап жатқан лапароскопия. Осыда ең диагностиканың ішіндегі ең золотой стандарты осы лапароскопия. Кепілді түрі, е? Иә. Сонымен бірге біздің клиникада фертилоскопия жасалынады. Фертилоскопияға оның өзінің определенный нелері болады.
показаниялар нақты болады. көрсеткіштері, иә? Көрсеткіштері болады, показаниясы. Оны да жасауға болады, бірақ оны кейбір жағдайларда жаңағы спаечный процесс дейміз ғой, жабысқақ болса, сондай кездерде фертилоскопия жасауға мүмкіндік жоқ болады. Сондықтан біз ондай кезде мынау лапароскопияны әйелдерге ұсынамыз, пациенттарға. Ал қандай жағдайларда жатыр түтікшелері алынып тасталынады? Бұл жаңағы деструктивный гидросальпингс деген болады. Осы менің қазіргі жасап жатқан операцияма қарасаңыз, осы жерде жатыр түтікшесі өзі кеңейіп, ішіне су жиналып қалған. Бұл тек қана жаңағы очаг инфекция дейміз ғой, тек қана ішінде су бар, кеңейіп кеткен мешок сияқты жатыр. Сондықтан осы трубаны қалдырудың ешқандай мағынасы жоқ. Тек алып тастау керек бұл трубаны. Осындай жағдайларда біз трубаны аламыз. Ал егерде біз жайлап жаңағы спайки дейміз, спайкилерді орын-орнына қойып, содан кейін продувать етеміз, ішіне кішкене метиленовый стенканы жіберіп, өтема өтпейме қараймыз. Егер түтікше кішкене жиырылып, өзінің бастапқы кішкене қалпына келіп, суды жіберсе, онда метиленовый стенканы, онда біз қалдырамыз. Ол трубаға шанс беруге тырысамыз. Ал егерде қазір мен мына жасап жатқан қазіргі түтікшеме қараңыз, ешқандай өзінің функциясын орындамайды. Бір, екіншіден маткадан да үлкейіп кеткен. Қараңызшы, қандай размері. Бұл тек қана әйелге кері әсерін тигізеді. Бұның бір күні бұл ішіндегі жидкость дейміз ғой, су, ол бір күні іріңдеп кетуі де мүмкін. Сондықтан оны алып тастау керек. Ол жарылып, ішке жайылып кетуі мүмкін бе? Сол осложнениенің жаңағы бір түрі, сіз дұрыс айтып отырсыз, жарылып, содан кейін ішке жайылып кетсе, ол жаңағы пельвоперитонит дейміз, перитонит дейміз, сондай нашар ауруларға алып кеп соғуы мүмкін. Өйткені ішінде толған инфекция, иә? Да. Іші мына судың бәрі бұл деген инфекция, мынаның ішінің бәрі. Мынау барлық жабысқақ спайки дейміз ғой, соларды ажыратқаннан кейінгі ендігі көріністі қараңыздар. Мынау матка, мынау оң жақтағы труба. Қараңыздар. И сол жақтағы трубамен салыстырыңыздар. Бұл труба өте күрделі жағдайда, воспаление болған. Сондықтан осындай кеңейіп, ішіне су жиналып қалған. Осы трубамен бұл кісі 15 жылдай бала көтере алмай жүр. Сондықтан ең бірінші сіздерге айтатыным, егер бала бір жылдай күтсеңіз, одан кейін болмай жатса, онда келіп, осы трубный фактор дейміз, осы түтікшелердің қандай жағдайда екенін сіздерге обязательно білу керек. Сондықтан жаңағы мен айтқан диагностикалық методтар дейміз, шаралар дейміз, солардан өту керек. Қандай жағдайда сіздің трубаларыңыз, соны білу керек. Шұғыл түрде, міндетті түрде, уақытты созбай. Егер сіз бір жылдан аса планировать етіп, баланы болмай жатса, осындай трубалардың қандай жағдайда екенін тезірек білуге тырысу керек. Жүре бермеу керек. Мені мына кісі 15 жылдай күтіп жүр. 15 жыл ішінде бұл труба осындай жағдайға келді. Ал егерде кезінде қаралса, онда мына кісінің осы трубасын сақтап қалуға жағдай болатын еді. Ал енді бізде ешқандай ондай жағдай жоқ. Біз тек қана осы трубаны алып тастаймыз. Өйткені басқа ешқандай емге келмейді.
Ал егер бұл жерден бұндай сұрақ туындап тұр, осы ота жақсы нәтиже беріп, жақсы қорытындысы болса, онда қанша уақытта өздігінше жүктілік болатыны мүмкін? Егер де біз түтікшені тазалап, жаңағы мен айтқандай ішінде су болмай, түтікше біздің операциямыздан кейін жақсы өтетін болса, онда біз айтамыз 3-4 ай, жарты жылға шейін ол кісі өзі көтеруге тырысады. Ал осы мен айтқан уақыт ішінде ол кісі көтермесе, онда экоға бару керек. Ал жаңағы сіз айтқан сұрақ, қай уақыт ішінде көтеруге мүмкіндік? Ол біз айтамыз келесі циклдан бастап жоспарлауға болады. Ертерек жоспарлаған дұрыс, өйткені біз түтікшені ашып орнына қойдық қой. Жаңағы өтетіндей жағдай жасадық, сондықтан ертерек көтергені дұрыс, өйткені ол кісі ертерек көтермесе, жаңағы мынандай жабысқақ, спайка қайтадан пайда болып, қайтадан түтікше жабылып қалуы мүмкін. Бірақ қазір енді бұл жағдайда өкінішке орай түтікшені алып тастайын деп жатырсыз, иә? Рахмет, Динар Диасовна, менің қызықты сұрақтарым бітті. Енді мен сізге кедергі жасамайын. Сау болыңыздар, рахмет тыңдағандарыңызға.